Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен күріштің дұрыс дайындалу техникасымен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз күрішімізді тазалап жуып аламыз. Құрғақ табаға сары майды салып ерітіп, біздің жуылған күрішімізді салып қуыратын боламыз. Күрішіміздің суы тартылғанша осылай қуырамыз, тез араластырып, содан соң үстіне қайнаған су құямыз. Суымыз ол күріштің бетіне шығып тұруы қажет. Дәміне қарай тұз саламыз. Қазанның қақпағын жауып, ақырын отта 20-25 минут пісіреміз. Біздің күрішіміз мінекей осылай болып шығады, шашыраңқы болып, өте дәмі ерекше болып шығады. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.